әр адамның бойында Алла тағаланың бір есімі жатады. Ал енді оны сіз өзіңіз бірінші біліп алыңыз керек, өзіңіз соны танып алыңыз керек, өзіңіздің бойыңыздағы сол есімді сипатты. Ондай деңгейде болмайтын болсаңыз, болады кейбір білмеймін, мен не істеймін, оны мен қайдан білемін деген сияқты. Онда сізге ең жақын қасыңызда 24 сағаттың, 20 сағаттың жүрген кісіге сұрауыңыз керек. Менің бойымнан қандай нәрсе көресің деген сияқты. Қандай жаңағы жақсы мінездер бар деген сияқты. Соны Алла тағала бір есімдермен байлап, әр дұғаңызда сол есімді айтып, я Раббым, енді міндетті түрде пайғамбар салауат бар басына, ортасына, аяғында. Одан қоса жаңағы Алла тағаланың бір бойыңыздағы қатты байқалатын бір есіммен айтатын болсаңыз, ол дұғаның қабыл болуы әлдеқайда көбірек екен. Субханалла. Сол себепті андай маған айтады ғой, сізде қандай бар деп мен айтамын, сол мен жағдайға байланысты. Жағдай қалай болады? Дәл сол моментте, дәл сол уақытта, сол жағдайда, мезгілде менің ішінде қандай бір не бар? Сезім бар. Мен қазір мысалы үшін я Раббым, маған бір нәрсе берші деп айтқым келетін болса, онда я Раззақ дегенді қолданам көбінесе. Ал енді я Раббым, менің басым бір бәлені немесе бір ауруды кетірші дегенде, я Шафи деп бастаймын дұғаларды. Сол себепті әр адамның бойындағы Алла тағаланың болған бір есім бөлек, ал керекті кезде керекті Алла тағаланың есімін қолдану ол басқа бір бөлек нәрсе. Арасында өте жіңішке бір сызықша бар. Соны байқай білу керек.